Бүгін Жалағаш аудандық сот әкімшісінің маманы Бәйкенжиева Гүлзия Шадымханқызы жөнінде айтатын боламыз. Тәжірибе жылдар бойы еңбектің тынымсыз ізденістің нәтижесімен келетіні белгілі. Гүлзия Шадымханқызы сот саласындағы еңбек жолын 1990 жылы Жалағаш аудандық сотының сот отырысы хатшысынан бастап кеңсе меңгерушісі қызметтерін атқарған. Қазіргі таңда бас маман сот әкімшісінің кеңсесінде қызмет атқарып келеді. Сотқа келген қылмыстық әкімшілік басқа да тіркелетін құжаттарды тіркеу, олардың орындалуы, кеңседен архивке өткізуін дұрыс ұйымдастыру кеңсе қызметкерлерінің тікелей міндеті болып табылады. Гүлзия Шадымханқызы осы талаптарды мүлтіксіз орындап шыға біліп, қызметін абыроймен атқарып келуде. Отбасында 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отырған аяулы ана, адал жар. Бұрындары барлық жұмыстар қағаз бетіне қолмен жазылып, мәшинкемен түсірілсе, қазіргі уақытта сотқа келетін барлық іс-қағаздар ақпараттық жүйемен тіркелетінін, істердің барлығы электронды түрде түсетіні, аудио, бейне, жазба құрылғылары арқылы жазу сынды сот жүйесіндегі заманауи технологиялардың жұмысты едәуір жеңілдете түскенін алға тартады. Гүлзия Шадымханқызының ұзақ жылғы еңбегі бағаланып, 3-ші дәрежелі мінсіз қызметі үшін медалімен, сот жүйесінің белсенді қызметкері құрмет белгісімен, облыстық соттың сот әкімшілігі департаментінің құрмет грамоталарымен, алғыс хаттарымен